Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Міне, екі әулие бұқа төбелесіп жатыр. Бір 15 минут болған шығар төбелескен. Судың ішінде төбелесіп жағада бастады. Цвет пен сары цвет екеуі де тазаған әулиекөлдер. Айдап әкетейік дегенбіз, өзіміздікін шығара алмай отырмыз, судың ішіне кіріп кетті. 15 минуттай төбелесіп отырмын. Құрғақ жерде бастаған. Разборка. Біздікі анау мышь цвет. Бір күнге дейін төбелесетін бұқалар болады екен ғой. Екеуі де екі жасар қойын, полторашка 2 жасар. Салмақтарды бірдей қойдым. Бір-бірін ала алмай тұр. Екеуі де тоқал. Жалпы мен естігенім енді тоқал деп, ана туа біткен мүйізі жоқ малды тоқал деп айтады екен ғой. Біздің жақта мұқыл деп айтады. Мұқыл деген ол мүйізі сынғанды айтады екен. Внешний фактор дейді ғой. Кесіп саған, сынған, мүйізі түсіп қалған, қиылып қалған деген сияқты. Соны мұқыл деп айтады екен. Туа біткенді тоқал деп айтады екен. Не, разборка. Айыра алмайды екесін оларды бар ғой. Бейшікпен ұрдық, болмайды. Асы төбелес керек жоқ еді бізге. Айыра алмадық. Жағада айыра алмадық. Оны суға кіріп болды, енді суға қарай. Әулиекөлдің бұқалары осындай төбелеседі екен. Бұқа шық қой енді әлі, бұқа. 3 жасында бұқа деуге болатын шығар енді. Оған дейін бұқа шық қой.
Айыра алмайсың ғой мынаны. Айыра алмайсың. Жарай, жалғасын түсірермін.